Toyota туралы 10 дерек. Toyota Motor Corporation жапондық ең ірі автомобиль өндірушісі корпорациясы, сонымен қатар қаржылық қызметтерді ұсынады. Бұл әлемдегі ең ірі көпшілікке сатылатын автомобиль компаниясы, сонымен қатар Жапониядағы ең ірі көпшілікке сатылатын компания. Компанияның бас кеңсесі Жапонияның Айчи префектурасындағы Toyota City қаласында орналасқан. Toyota Motor 2022 жылғы Forbes Global 2000 әлемдегі ең ірі қоғамдық компаниялар тізімінде 10-шы және Fortune Global 500 тізімінде 13-ші орынға ие болды. Toyota Motor Corporation Toyota тобының негізгі мүшесі болып табылады. Toyota бренді негізінен осы компаниямен байланысты. Кәсіпорын өз қызметін автоматты тоқыма машиналарын шығарудан бастаған. 1924 жылы Сакичи Toyota Model G автоматты тоқу станогын ойлап тапты. Джидока принципі, яғни ақаулық туындаған кезде машинаның өзі тоқтап қалуы кейінірек Toyota өндіріс жүйесінің бір бөлігі болды. Тоқыма станоктары шағын өндірістік жүйелерде құрастырылды. 1929 жылы автоматты тоқу станогының патенті британдық компанияға сатылды. Сатудан түскен сома автомобиль өндірісін дамытудың бастапқы капиталына айналды. Компанияның 2021 жылғы акцияларының негізгі иелері The Master Trust Bank of Japan 11,73%, Жапонияның Custody банкі 9%, Toyota Industries Corporation 8,68%, Nippon Life 4,58%, JP Morgan Chase 3,88%, Takeshi Uchiyama да 2013 жылдан бері басқарма төрағасы болды және компанияда 1969 жылдан бері жұмыс істейді. Акио Тойода 2009 жылдан бері президент болды және компанияда 1984 жылдан бері жұмыс істейді. Toyota Motors корпорациясының негізгі қызметі жолаушылар мен жүк көліктерін, сондай-ақ Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Hino маркалары мен автобустарды өндіру және сату. 2023 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша Toyota Motor Corporation 207 жапондық еншілес және 362 шетелдік еншілес ұйымға ие болды. 2023 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша Toyota және оның еншілес компаниялары Жапониядан басқа 26 ел мен аймақтағы 50-ден астам шетелдегі өндірістік ұйымдар арқылы көліктер мен тиісті құрамдас бөліктер шығарады. Компаниялар негізінен Жапония, ақш, Канада, Ұлыбритания, Франция, Түркия, Чехия, Польша, Таиланд, Қытай, Тайвань, Үндістан, Индонезия, Оңтүстік Африка, Аргентина және Бразилияда орналасқан. Өндіріс орындарынан басқа Toyota ірі қалаларда сату кеңселері мен басқа да бөлшек сауда нысандарына, жөндеу қызметтеріне және ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық орталықтарға ие. 2022 жылы дүние жүзінде сатылған 81 миллион көліктің 8,82 миллионы Toyota шығарған. Toyota 2017 жылдың тамыз айында брендтің алғашқы өздігінен жүретін көліктері 2020 жылы Токио Олимпиадасы кезінде таныстырылатынын хабарлады. 2019 жылы компания ғарышкерлер скафандрсыз айды айналып өте алатын ұшқышсыз планетарлық ровер жобасын ұсынды. Назарларыңызға рахмет.